Жынды оқу мәселесі, жынның өзі кіруі, соғып кетуі, тартып кетуі, ішіне кіріп кетуін айтып кетейік. Жын деген бар. Ол тәжірибеге қарай жын адамның ішіне кіреді. Және адамның сыртында да, жанында жүріп те әсер етеді. Адамның ауыз болып кетуіне. Жанында тұрып та жынды қылады адамды. Ішіне кіріп те жынды қылады. Жынның әрекетіне қарай адам әртүрлі ауырады. Ең қарапайымы жын тиеді, ол адам, яғни жын тиген болып ауырады. Екінші бір әдеті жын сиқыр арқылы келеді, ол сиқырланады. Және жын көз тию арқылы келеді, ол көз тиеді. Бұның үшеуі де жынның тірлігі. Сонан соң жынды оқу мәселесі. Біреулер айтатын шығар, Шейх Мұхаммад Садық Мұхаммад Юсуф өзінің кітабында жынды оқу ондай, мұндай деп жазған. Мені дейді, сіз оны кеңірек ашыңыз. Ол кісі жын оқуға мүлде қарсылық шыққан емес, бәлки со жынменен азынан кешке шейін соны бәрінен көріп, сомен айналысып кеткен адамға тыю үшін айтқан бұны. Соны кәсіп қылып, кәсіптен бұрын бүкіл бәрінен жын көре беретін адамды айтады да. Мысалы, тіс ауырып қалды, анан жын тигізді анаған. Жаңа біреу шашы қисайып қалды, болды, ана жын тиді ана. Мәшинесі бұзылып, анан жын бұзып тастады анан. Бәріне осы көріне береді анау. Сол нәрсені сондай нәрсеге апармау керек та. Кейбір адамдар оның әдісін, оның ісін білмесе де, оның нәрсесін білмесе де, жаңағыдай соны кәсіп қылып, сонымен тек қана мал тауымен айналысып кету жақсы емес бұл да. Егер басқа адамның қолынан келмей, өзінің қолынан келіп жатса, ол бөлек әңгіме. Оның өзінде оның бөлек ережелері бар, жүріс-тұрыс ережесі. Ол адам біріншіден негізі ғалымдарымыз айтқан, ол жынменен, ол сөйлейді оқып атқанда кейін, ішінен айғайлап шығып сөйлейді ол. Бірақ сонымен оқып атқанда, онымен сөйлесу тек қана белгілі бір мөлшерде ғана рұқсат беріледі. Кейінгі ғалымдар, бірақ біраз ғалымдар бұған рұқсат бермей тастады. Өйткені сен кіммен сөйлесіп атқаныңды анық әлі де білмейсің дейді. Рас қой, ол адам ба, жын ба, может тағы бөлек бір нәрсе шығар. Сондықтан онымен сөйлесу, немесе содан біреуді сұрап алу, немесе содан бір нәрсенің өзінің пайдаларын, немесе біреудің пайдаларын сұрап алу тыйым салынған. Жақсы емес ол. Оны емдеген адам өте сақ болу керек. Шіркке кетіп қалу, басқаға сүйініп қалу, жынменен жаңағыдегі дос болып кету, соған ұқсас нәрселерден шеттеу керек. Оның өзінің шекаралары бар, ол шекаралардың бәрін біреу, екеу, бесеу деп санағым келіп отыр, бірақ қажеті жоқ деп ойлаймын оны. Жинап айтқым келетіні, бауырлар, ол бар нәрсе, оны оқудың әдісі бар, бірақ ол әдістің де әдісі бар. Егер таза құраммен, пайғамбардың көрсеткен жолымен, түсінікті сөзбен оқысаңыз рұқсат.